мына жақтан түрлі заттарды алып соғатын боламыз. Ең алдымен жасыл стеклянный панельді алайық. Одан кейін печка секілді олай пештің үйлерімен жасайық үйді. Және де тағы немен жасасақ болады. Коверлерді алайық. Міне сарысын алайық. Желтик ковер. Және де тағы не аламыз. Міне осы жақтардан көреміз. Ішін кейін жасайтын боламыз. Ең алдымен сыртын жасап алайық. Және міне есік алайық. Есікті біз осындай березалардан жасалған есікті алайық. Береза. Міне енді квартирный блокты аламыз. Және де бізге керегі бетон. Басқа зат. Мынау бетон ба? Иә. Міне қара бетон аламыз. Барлығын мына жаққа қойып қояйық. Және бізге тағы бір керек зат сұр бетон. Серый бетон және осындай плита аламыз. Болды. Осылармен үй соғатын боламыз қазір біз. Қой аттар бәрін жеп жүр. Байлы, зоопарк қой. Кәдімгі зоопарк. Міне, ең алдымен достар біз квартирный блокты алып тура осының түсімен бірге. Осылай қара қашықтығы. Міне осындай жерге бүйтіп қойып шығамыз. Кішкентай ғана үй соғайық. Қазірше жететіндей қылып. Және бетондарды қойып шығамыз. Ең алдымен қара бетонды қойып шығайық. Міне осы жерге панельді қояйық. Міне осындай биіктікте болсын. Міне енді біз серый емес кирпичтен осылай жасап жататын боламыз. Осындай неде болсын. Осылай. Және осылай міне. Және біз енді осы жерге квартирный блоктан қойып шығамыз. Міне ең алдымен осындай болды. Және біз серый бетон ең алдымен есікті осы жерден жасаймыз. Және серый бетонды осы жерге қойып шығайық. Міне. Және мына жерге қара бетонды қоямыз. Тура ана сияқты. Міне бүйтіп көрінгенде әдемі. Және де біз дәл осы жерден серый бетонды алып осылайынан жасаймыз. Бұл өзім ойлап тапқан өзімнің ойыммен шығарылған болатын. Қазірше өзім жасап жатырмын. Міне мына жерге панельдерді қойып шығайық. Міне. Енді мына жаққа осылайынан қойып шығайық. Және де осылай. Мына бетте тура солай. Панельдерді қойып шығамыз. Дауысы қатты шығып кетіпті. Міне достар біздің қазіргі үйіміз дайын болып қалды. Мына жерге квартирный блок. Және де квартирный блокты осылай қойып. Осы үйіміздің төбесі жете ме? Оны комментарияға жазып кетіңіздер. Және біз үйіміздің төбесін осыны жауып шығамыз. Каменный плитамен. Міне достар, каменный плитаны жасап болған соң енді келесі бөлімде біз жаңағы жителдің үйі сияқты ана үйді біз ішін сәндеп және мына үйді ішіне заттарды қоятын боламыз. Димаш қазір үйін жасап жатқан болар. Міне біздің осындай кіші ғана үйіміз дайын болды. Ішіне каверларды қойып шығайық. Келесі бөлімде қайттан каверларды алып тастап төбесіне заттар қоятын боламыз. Әйтпесе заттар қоймайды кавердің үстіне. Міне қазірше әдемі болу үшін каверларды қойып шығайық. Мына жерге плита қойсақ жақсы болады екен. Міне
видео аяқталды. Міне осындай біз кішкене ғана үй соқтық. Әдем болмаса кешіріңіздер, негізі бұл менің өзім жаңа әншейін салған үйім болатын. Негізі маған ең қатты ұнағаны осы үй. Іші керемет. Экипировать деген ол. Мына ең затау. Қоштау болыңыздар. Келесі видео осыны сәндейтін боламыз келесі видеода. Қоштау болыңыздар.